Достар, міне мен жаңа бір клиентіме кеше ИП ашқам, бүгін кассасын ашып отырмын. Бұл кісі жалпы декретке шығатын адам. Сіздерде ИП болса, обязательно кассамен, либо ИП-ның счетымен жұмыс жасауларыңыз керек. Сосын сіздер кассамен жұмыс жасамасаңыздар, дұрыс жұмыс жасалмаса, штраф бір реттік 53 мың ба, сондай екінші ретке 100 мыңның көлемінде штраф болуы мүмкін. Сіздер өткен айларға егер ИП-ға ақша салатын болсаңыздар, касса ұрылмаса, сіздерде түсініктеме жазасыздар, немесе жаңағыдай жағдайға қарай, енді оның бәрі түсініктеме жазуларыңыз мүмкін, немесе жаңағыдай штрафтар келуі мүмкін деген сияқты ғой. Сондықтан өткен айларға ИП-ға салып жіберем, ИП-м ашық тұрған еді деген